Құрметті қазақ елі, алып партия аманатты жақында ғана ашылған Әділет партиясы өзіне қосып алды. Тәуелсіз Қазақстанға жаңа партияның қажет екен туралы біз Мұқан екеуміз былтыр 15 қыркүйекте айтқан болатынбыз. Бізде бар партиялар кім бар еді? Аманат беді, Байтақ беді, Ауыл ма республика деп жалтақтап жатқанша, неге азаматтар, белсенді азаматтар бастап, белсенді халық соны қостап, партия ашпасқа, партия жұмыстан басқа. Бұл қазіргі уақыттағы саяси Қазақстанның бір алатын асуларының бірі деп ойлаймын. Сондықтан да билікке де бұл жаңа партия емес, партиялар қосылса да, үміттерін өздерін көрсетсе де, және де халық оны қаншалықты қолдайтынында сол жерде сол нағыз сайлауда көре алар еді. Керемет ұсыныс. Иә, бұл нені білдіреді? Бұл айта кетейін, біз болжағанымыз соншалықты жаңа партияның ашылатына дейін білдік. Екінші, біз партияның атына дейін білдік, Әділет деген, қарасаңыздар, суретте тұр міне. Үшінші, партияның түсіне дейін білдік. Мінекей. Бұл нені білдіреді? Бұл себебі біз президенттің жолдауын, бағдарламасын, сөзін жіті оқып қадағалап отырамыз. Екінші, халықтың мұң мұқтажын, жан айқайын билікке жеткізіп отырамыз. Үшінші, өңірдегі саяси, қоғамдық ахуалды назарда ұстаймыз. Төртінші, ең бастысы, президент әкімшілігі біздің посттарымызды қадағалап бақылайды. Иә, бұл енді әлеуметтік желінің алапат күшінің, жойқын күшінің дәлелі біріншіден. Екіншіден, сіздердің қолдауларыңыз, лайк, коммент, ғарыз жазу, жалпы бізге қолдау көрсету, әлеуметтік желіде, шын өмірде де барлығында осылардың сол қолдауларыңыздың арқасында осындай жетістікке жеттік. Мысалға, қазіргі соңғы ақпаратқа сай, Қазақстан Республикасының президент әкімшілігінің жаңағы қарап отыратын, мониторинг жасайтын мықты қоғам белсенділерінің қатарына біз Мұхтар екеуміз қосылдық. Құтты болсын. Тыңдаушы белсенділердің қатарындамыз қазір. Рахмет. Көруші белсенділердің қатарындамыз. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың естуші мемлекет қағидасына біз сын айтушы, ұсыныс беруші қоғамның бар екенін өздеріңізбен бірге дәлелдедік. Бұл осының көрінісі. Алға қазақ елі, алға. Бір болайық.